Kızım, ikinci kızım, nemерем, kızımның баласымен үшеуміз бара жатырмыз. Көп тілектер жаттап алдым мен. Соны ертемен шықпаса айтамын, Құда қаласа. Аманшылық, тыныштық берсе, аман есен сау саламат ойнап барып келеміз де халықпен бірге. Барғанда сұраған екен, барып, осы әкемді бір жіберсем ба деп еттенген екен. Келе салып сол жобаға барып қатысса, баламды бірінші түске деген. Бір ай бұрын барып келген еді. Әрине армандадық. Бұндайға кездесемін, барамын деген ойымда болған жоқ. Алланың үйіне баратқаннан кейін Аллаға сиініп барамыз. Алланың құдіретіне сиініп барамыз. Құрашын барып келуіміз көп біздің мақсатымыз. Бүгін жалғыз өзім баратын бірақ. Осыған дейін ата-анамызды 2 рет ауруына себепкер болдым, бірақ өзім бұл жолы жалғыз баратырмын. Жүрегім біртүрлі болып, біраз шектім да, жоқ қазір Құдайға шүкір тоба. Ел аман болса, жұрт аман болса, бәрі ішінде аман боламыз. Дүниежүзінің жағы мұсылмандармен кездесіп, олардың да жағы өсиеттерін үйреніп дегендей. Сол біздің мақсатымыз. Алла тағаламға өзім көп нәжет еткем, Құдай қаласа барсам деп. Соң балам қуанып, мен арманым орындалды деп, маған әкеліп берді балам. Барып келген адамдардың тек алғысын, басқа жамандық ешқандай естімеңіздер. Алла тағала несібезден жазды, аман есен бар, аман есен алатын нәсіп етіңіз. Аллаху акбар.